Қайырлы кеш достар, біз сіздермен бүгін красный бархат пирожныйын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, жұмсақ сары май, қант, какао, разрыхлитель, краситель, айран, ұн және сұйық май керек болатын болады. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және қантты салып жақсылап миксерлейміз. Ағарғанша миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмсақ сары майымызды саламыз, сұйық май құямыз, тағы да миксерлеп аламыз. Сонан соң үстіне айранымызды құйып, жарты шай қасық краситель, менде құрғақ индийский краситель, сізде қандай краситель болса соны салсаңыз болады. Одан кейін какао, разрыхлитель және де ұн барлығын салып, орташа қоюлықта бізде қамыр шығатын болады. Мінеки видеода көрсетілгендей осындай қамыр шығады. Мен кондитерлік мешокқа құйып алдым. Сіздерде осылай құйып алып жасап шықсаңыздар болады. Егер кондитерлік мешок жоқ болса, қасықпен құйсаңыз болады. Осылай пергаменттің үстіне домалақтап барлығын салып шықтым. Менде общий 22 пирожный шығады. Қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут пісіресіздер. Міндетті түрде пештеріңіз қызып тұруы тиіс. Қасықпен осылай үстін тегістеп жіберсеңіздер болады, сонда әп-әдемі болып шығатын болады пирожныйларыңыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырдың үстіне сахарный пудраны салып, миксерлеп аламыз бір келке болғанша творожный сыр. Бірден сливке құйып жіберуге болмайды, себебі креміңіз іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Содан кейін барып сливкеңізді құйып, қою крем шығарамыз. Кремді де кондитерлік мешокқа салып алдым. Енді пирожныйымызды дайындаймыз. Осындай корждарымыз осындай әдемі болып шығады. Ортасына әдемілеп кремімізді жағып жинап шығамыз. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттер сіздерді күтіп тұр.